орналасқан мекен жайында Абай көшесі 29-да УПН 100 өнімділігі жылына 100 000 тоннаға дейін мұнай өндіру қорытындысы рұқсат етілген шығындар нормативтер жобасы, рұқсат етілген төгінділер нормативтер жобасы, халықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экономикалық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жоспары. Осы бойынша баяндама тыңдасақ. Үш жерде мұқият тыңдаңыздар, қандай мәселелер көтеріліп, соған қарай сұрақ болады. Сәлеметсіздер, мен құрметті қоғамдық тыңдаудың қатысушылары. Амангелді газ өндіру зауыты ЖШС УПН 100 өнімділігі жылына 100 000 тоннаға дейінгі мұнай өңдеу қондырғысы үшін рұқсат етілген шығарындылар нормативтер жобасы, рұқсат етілген төгінділер нормативтер жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы тақырыбында қоғамдық тыңдау өткізіліп отыр. Екінші слайдта кәсіпорынның орналасқан жерінің схемасы көрсетілген. Үшінші слайд жалпы мәліметке келетін болсақ, Амангелді газ өндіру зауыты ЖШС көмірсутек шикізатын қайта өңдеуге және мұнай өнімдерін шығаруға маманданған Қазақстанның мұнай-газ саласындағы кәсіпорынның бірі. Кәсіпорынның орналасқан жері Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Тараз қаласының шекарасынан солтүстік батысқа қарай 20 км жерде. УПН 100 мұнайын бастапқы өңдеу қондырғысы мұнайды хлорид тұздарынан судан тазартуға және оны құрайтын көмірсутектер қоспасын ретификациялау әдісімен қайнау температурасы белгілі бір аралықтарымен және дистилляторға бөлуге арналған. Амангелді газ өңдеу зауыты ЖШС-ның жұмыс режимі үздіксіз, технологиялық өндіріс режимінде 365 күн тұрақты жұмыс жасайды. Төртінші слайд өндіріс технологиясының қысқаша сипаттамасына келетін болса, УПН 100 қондырғысы толығымен технологиялық қоршалған технологиялық газдар бір жылыту пешіне толық көлемде беріледі. УПН 100 қондырғысында мұнайды өңдеу процесі екі негізгі технологиялық желіге бөлінеді. Шикі мұнайды өңдеуге дайындау, яғни оны тұзсыздандыру және электр тұзсыздандыру қондырғысының блогында сусыздандыру. Ауа ортасын технологиялық шарттардан қорғау үшін кәсіпорында келесі шаралар орындалады. Зияндылықтардың алып кетуін болдырмау үшін технология жабдықтар мен құбырлардағы буындар мен қосылыстарды герметизациялау және тығыздау, өндіріс процесінің үздіксіздігі, дабыл беру және төтенше жағдайлардың алдын алатын өндіріс процестерін анықтау. Бесінші слайдта атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының көлеміне келетін болсақ, жалпы кәсіпорын бойынша атмосфералық ластаудың 59% анықталған, оның ішінде ұйымдастырылған көздер 46 және ұйымдастырылмаған көздер 13. Олар үшін шығарындылар нормативтері белгіленген. Қазіргі уақытта жалпы шығарындылар жылына 138,624 тоннаны құрайды. Оның ішінде ұйымдасқан көздерден жылына 130,613 тонна, ұйымдастырылмаған көздерден жылына 8,011 тонна зиянды заттар бөлінеді. Авариялық және зауыттық шығарындылар қарастырылмаған. Алтыншы слайд атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі шаралар. Бірінші қоғамдық тыңдауда айтып өткендей, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған барлық шаралар жатады. Жетінші слайд суды тұтыну және бұру. Объектіні сумен жабдықтау өзінің D2 және D3 ұңғымасынан жүзеге асырылады. Шаруашылық ауыз су қажеттіліктеріне берілетін суық және ыстық судың сапасы талаптарға сай болуы тиіс. 8-ші слайд жоспарланған шаруашылық қызметінің қалдықтарының түрлері мен мөлшері. Амангелді газ өндіру зауыты ЖШС-дағы келесі түрлі қалдықтар бөлінеді. Оның барлығы уақытша сақталады. Арнайы бөлінген жерлерде және жабдықталған орындарда сақталады. Одан кейін оның барлығы мамандандырылған ұйымдарға беріледі келісімшарт негізінде. 9-ші слайд өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, яғни өндірістік мониторинг, әсер ету мониторинг, эмиссиялар мониторинг. Оның барлығы 90-да бір рет осының барлығын лабораториямен келісімшартқа отырылып жүзеге асырылады. 10-ші слайдта табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары. Өндірістік экологиялық мониторинг жүргізу, автокөліктердің арнайы ұйымдастырылған жолдармен қозғалысы, аумақты көгалдандыру, қатты тұрмыстық қалдықтарды морфологиялық құрам бойынша сұрыптау, қалдықтарды бөгде ұйымдарға кәдеге жаратуға беру, металл контейнерлер орнату, экологиялық басылымдарға жазылу. Осымен доклад аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Енді екінші мәселе бойынша баяндамашыға сұрақ қоюларыңызды сұрайық.
Енді мынау жаңа слайдтарда көрсетті, ластаудың 59 көзі бар дедіңіз. Соның ішіндегі ең қауіптісі қайсысы? Осының ішінде. Қысқаша таратып айттыңыз соны. Өзіңіз таныстыңыз? Тұрсынбаева Айша Әзімбековна, АТПЗ мекемесінің бас экологы болып. Бізде 59 добраттар ең қауіпсіз жаңағы 5 болып саналады. Негізі қауіптілік бойынша біз экологический кодекс бойынша бірінші категорияға. Соның ішінде бізде пеш жаңағы. Пештен дыхательный клапана от резервуаров дейді, енді орысша арасында жауап беремін. Дыхательные клапана от резервуаров негізі барлық организованный источникке жатады. Сосын бізде котельная бар. Екі котельная біреуі постоянно істе, 365 күн, 24 сағат. Екінші котельная резервный ретінде. Ең қауіпсіз сол жаңағы УПН-100 переработка, цех переработки УПН, жаңағы нефти. Ең қауіпсіз бізде сол. И хранение жаңағы готового и сырьевого материала. Сол жерде клапандардан енді сол көзілдердің бәрі организованный башқарады. Енді мынау біздер негізінде ауданда ауылдағы тұрғындардың көбінесе жаңа шағымданатыны мынау күндегі күн ыстық кездегі иістің мәселесі ғой. Негізгі себебі Негізгі себебі сол проблема разрешения көтеріледі. Біз шаралар бәрін жасалатын по герметизации. Біз жала алмаймыз дыхательный клапан, өйткені ол басқа аварийный нелерге әкеледі. Сол үшін жердің розыгревка идет в сторону населенного пункта и неизбежно. Бірақ қолымыздан келген барлық технологический шаралар по герметизации. Сонымен присадкалар қосып жатырмыз арнайы. Оларда иш жолға көмектеседі. Басқа, қойыңыз, сөздер сұрақ қойыңыз. Атшелерді айтыңыз, өйткені запись жазып бар. Шыман көшесі тұрғынмын. Мына кісі ыстық болғанда жаңағы клапандар жұмыс істейді деп тұр ғой енді. Ыстық болғанда емес, күніге сіздер жұмыс істеп жатсыздар, күніге шығады дейсіз. Бұл тек қана ыстық емес. Содан кейін барып сіздердің клапандарыңыз бәрі резервуар бір уақытта демала ма не? Бір уақытта демалып, бір уақытта сізге иіс шығара ма? Ол деген клапан, ол әр резервуардан әртүрлі шығу керек ол. Ал бұл жерде бір уақытта сіздер келіңіздер кешке, егер болмаса қазір күндіз барыңыздар. Жоқ, азанда 4:30-да кестір сол жерде. Демаламайсыздар. Ол анау прибор өлшеп алуға қажет жоқ ол жерде. Тек машина былай иіспен ақ білесіздер ол. Адам демаламайды. Сағат 4:30 ыстық емес пе мысалы? Сағат 4:30 кеш сағат 11-ден аса бастады жұмысты. Кешке дейін жұмыс істеген жоқ, кеш сағат 11-ден бастады сағат. Соның артынан кешке дейін жұмыс істеді. Сағат 5:30-да иіс шықты. Адам демаламайды. Жақсы. Леспек аға, біздің бағдық, мына басшылығы да отыр, мына бас директорды, қазір осы мәселенің бәрін тиісті азаматтар отыр. Осы мәселелерді қалай жүргізілгенін соңынан тыңдайтын айтатын жұмыстары. Онда мына баяндамашының баяндамасын тыңдап, баяндама бойынша, таныстырылым бойынша сұрақ жоқ па? Онда осыны аяқтап алайық бір мәселе. Екінші мәселе. Онда сұрақ жоқ болса, баяндамашыға рахмет, отыра беріңіз. Олай болса, мынау құрметті қатысушылар, мына екінші мәселе бойынша жаңа көтерілген газ өңдеу зауытының жаңа УПН-100 мына өнімділігі 100 мың тоннаға дейінгі мұнай өңдеу қорытындысы құжаттамасы ұсынылды. Сіздерге таныстырылды жаңа барлығы. Онда таныстырылым бойынша, мына бірінші мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз керек. Осыны жаңағы таныстырылым толық қабылданды, қорытындыланды деп қабылдайық. Содан кейін қосымша сұрақ болатын болса, тағы да қосымша сұрақтар болатын болса, ол сұрақтарды біз талқылаймыз осы жерде. Онда бірінші мәселе бойынша жаңа өздеріңізге таныстырып өттім. Екі мәселе талқыланды. Бірінші мәселе бойынша да жаңа қабылданды, толық таныстырылып сіздерге. Сондықтан қоғамдық тыңдауды таныстырылып, жаңа осы тыңдалған мәселелер бойынша бірінші мәселе және екінші мәселе бойынша біз қоғамдық тыңдау аяқталды деп, қоғамдық тыңдаудың өтті деп қазір қабылдайық шешімді. Тыңдауды аяқталды жариялайық та, одан кейін сұрақ жауапқа көшейік. Келістік пе? Шешіп алуымыз керек. Бірінші жағы келістік қой. Онда бірінші және екінші мәселе бойынша біз толық таныстырылды. Ол мәселелер бойынша сұрақтар қойылды. Жаңағы қосымша. Енді
Жалпы мына жерде заводтың мәселелері жөнінде бірінші мына Нариман Сержанын тыңдасақ, заводтың директоры. Бұл кісі өзінің жоспарын айтса. Онда бірінші екінші мәселе бойынша қабылданды деген кісілер қол көтеріңіздер барлықтарыңыздар. Екі мәселе тыңдалған, қабылданды. Қабылданды, хатшылық хаттамаға енгізіңіздер, санын көрсетіңіздер деді. Енді видеода да тұр барлығы. Сондықтан онда бірінші мәселе күн тәртібінде бірінші мәселе жауап, онда жалпы мәселе жөнінде мына заводтың басшылығына сөйлесейік. Давай, директордың өзі айтсын. Күнделік жұмыс істеп жүрген адамды жұмыс істеп жатыр. Сіз енді келіп қатысып отырсыз, Ғабит, өзіңіз шығыңыз. Жаңағы сұрақ мәселе бойынша соған жауап берейін ба? Иә, жалпы мынау елдің бәрін алаңдатып отқан мәселе сол ғой, айтып отырмын. Иіс мәселесі бүгін айтып өтейін, жаңағы сіздер өзің айтып отырған сағат 4-5-те деп жаңағы клапанның Айша әпкеміз айтып отыр, жаңағы дыхательный клапандар демалады деп. Дыхательный клапанның вообще системасы былай. Бәрі жабық тұрады, резервуар негізі жабық тұрады. Ішінде жаңағы мұнай өнімі жеңіл дистиллят деп айтамыз, сол жеңіл дистиллят, оның қайнау температурасы өте төмен болғаннан кейін 30-33 градустың шамасында ол жайлап испарение береді. Орысша айтып берейін, қазақша. Сол испарение жағына газ жиналады ішінде. Сол кезде определенный бір давлениеға жеткен кезде жаңағы клапан ашылады да, жаңағы сыртқа избыточный давление, артық қысым сыртқа шығады. Ол ауамен ұшып кетеді, жел мына ауылдан тұрған кезде ол мына енді біз жаққа кетеді, енді біз жақтан жел тұрған кезде енді осы ауылға барады, кішкене барады. Бірақ соңғы уақытта мынау осы ауыл тұрғындары наразылығы басталғаннан бері көп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына резервуарлардың өзі 15 жыл болған енді. Бәріне толық неді мына арнайы топ құрып заводтың ішінде. Арнайы топ күнде мониторинг жасадық біз жаңағы. Ыстық күнде де болды, түнде де болды, күндізде болды. Кейбір енді айта керек, шыны керек, көп құрылғылары, мысалы сол айтылған демалу клапандары бар, тағы да өрт сөндіруге қарсы көбік беретін құрылғылары бар, резервуардың екі жағында. Солары көбісі енді істен шықты демесек де, кішкене күрделі өзгерістер талап еткен еді. Соның бәрі істеліп жатыр. Әлімге дейін істеліп жатыр. Әлімге дейін ол топ шашылаған жоқ, күніге мониторинг жүргізіліп жатыр. Өздеріңіз байқағандай, соңғы кездері иіс аздау. Ол бір жағынан. Енді күнде шығып жатқан бұрын күнде шығатын, қазір кішкене аздап келеді. Болашақта мына айтылған еді, тағы бір жиналыс. Айтты. Болмаған қазір мына дыхательный клапандардың бәрін алып тастап, сыртқа енді жеңіл выброс болмасын деп, жеңіл шығу болмасын деп, олардың бәрін біз қосайын деп отыр. Общий бір система қосып, шығатын газдардың ұстап алып, оларды охлаждап етіп, конденсировать етіп, ар жағында пештің ішіне жағуды біз жоспарлап отырмыз. Сондай шетел мамандарын да шақырып жатыр. Ондай негізі әлемде біз қарадық, әлемде ешқандай нефтебазда ондай қолданбаған екен. Бірақ ол негізі сондай құрылғылар бар. Соны өзімізде қолдансақ па деп жоспарлап отырмыз болашақта. Жақын болашақта. Өте көп қаражатты талап етеді. Бірақ мына өзіміз басшыларымыз көріп отыр, проблема бар, проблеманы шешу керек деген. Болашаққа онда жоспар келесі жыл ма, жоқ 2 жылдан кейін ме? Танымай дейсің. 3 жыл деп айтсақ болады. 3 жылда шектеліп жүр. Ол паутина оны істеу деген қиын ғой сендерге. Қиын, соны айтып отырмын. Бірақ ол өмірде қолданбаған екен. Бірақ ондай технология бар. Сол технологияны біз мамандарын шақырып, солармен іс-шаралар жүргізіп жатыр. Оны бус деп аталады. Расшифровкасын айтып қойын. Барлық газдарды ауаға шығатын жинап, бір системаландыру. Жарып кетеді оның бәрі. Иә, артығын, оны егер біз температурасы төмендесе, жарқы газы сұйық қайналады, қалғаны жеңіл газын жабу жоспарланып. Қазір. Болдың ба жерін айтып? Осы кісіге өзі. Онда сұрақ қойдым. Онда уәдеге біз жүріп қойғанбыз, 2 жыл бұрын жабылады деді, еш жарымайды. Оны нотариально істесе, может быть, сүйріміз мүмкін. Оны қалай көрдік қой, ойбай жабылады деді, завод анау да болады, еш шықпайды деді. Обратно соның бәрі шығып алды. Көке шыны керек айтайын. Оны уәде деген ол шығайшы, ауызбен айтқан бөлек. Мен өзім осы заводқа ноябрьде тағайындалдым. Жоқ, негізі дұрыс қой, сен сияқты начальниктер көп болды ғой. Мен күнде тырысып жатырмын, күнде иіс шығады дейді, өзімде ауылды. Ол иістен де бөлек, мына, именно сол заводқа қарамаған сұранды. Иістен де бөлек, түнімен қамал жүріп бермейді, сигнал басады,
КамАЗдар бір нарсалар бірге соның бәрін дауыс естеді бізге неге. Қазір болсын, біреуін тыңдап кетейік те бір адам, соны неге ешқандай. Мысалы ол да екінші вопрос та мысалы ұйықтай алмайсың, терезе аша алмайсың түнде. Есіктің алу ең бір себебін есіктің алу іс-шараларының ішінде мысалы қазір бізде заводтың ішіне кіріп көрген адамдар бар. Анау желдің бағытын көрсетіп тұратын құрылғылар. Дұрыс. Ол айтты ғой, бір клапан бәрін ашылмайды. Бізде бәрі тоқтатылады. Дұрыс қой, ол бүкіл клапан бірге ашылмайды деп айтып отыр ғой жаңа. Әртүрлі ашылады, ол бір бочкадан кейін бүкіл ауылға таруы мүмкін емес қой, негізі деп жатыр да. Ереке әңгімеңде айтып кеткен, бізде қазір ең бірден бір бөлініп шығатын жаңағы иістің, жағымсыз иістің источнигі деп айтсақ жаңағы, ол жеңіл дистиллят мұнайда бөлініп шығатын. Бәріңіз білесіздер, айтып жатыр, оның көлемі бізде өте көп мөлшерде қазір жиналып тұр біздің резервуарларда. Баяғы уақытта мысалы 1-2 резервуар болса, қазір оның саны 5-6. Ақтан төмен сол себепті сбыттан кішкене проблема бар. Сбыт бұл ана Сол шешілсе, договорлар жүріп жатыр. Рұқсат па? Айтыңыз, сіз қобыл жайды. Мен Өзіңіз таныстырыңыз. Біріншіден мен осы ауылдың тұрғынымын, бірақ осы АГП-сының өкілімін. 2004-тен бері батысы бар, жалпы 20 жылдың үстінде осы саламен жұмыс атқарып келемін. Біріншіден осы ауылдың тұрғыны ретінде просто қарапайым тілде, қарапайым халыққа, қарапайым тілде бір қысқаша түсіндіріп өткім келеді. Бұл АГП-сы жаңа алдында айтып кеткендей УПН 100 мың тонна, бұл первичный переработка дейді. Бұл легкий дистиллят, бензин, қарапайым тілмен айтқанда, солярка, дизельное топливо, мазут. Тек ұшақ продукт шығарады. Легкий дистиллят деп отырғанымыз октаны төмен. Мысалы, заправкада тұрған қазір қолданысқа нетін 92 болса, бұның 92-ге жетпейді. 50, 60, 63 октаны төмен. Сол себепті бұның мынандай первичный переработка емес, үлкен гигант заводқа бару үшін сол жақта ғана переработка жасалынып легкий дистиллятқа. Қайта өңдеп, жаңағы 92-ні, 95-ті үлкен гигант заводтар ғана шығара алады. Бізде первичный болған себептен шығарылмаймыз. Сол себепті жаңағыда қазандықтарды жиналып тұр деп отыр ғой. Қазір қазандықтар жиналып тұр. Ол легкий фракция. Жаңағы дықатын клапандарға жасыратын ол жіберіп қояды. Соның вопростарын мына үлкен генеральный директор бар, солармен қазір таңда шешіліп жатыр. Кезінде мынау Қырғызстандағы Қарабалтамен договорда болғанбыз, келісімшартта болғанбыз. Легкий дистиллят басына кетіп отырады. Біздің қазандықта хранение тұрмайды. Хранение тұрған сайын ол арасында жіберіп тұрады. Ал енді сонымен мынау вопрос шешілсе, бұл постоянно кетіп отырса, бұндай жағдай болмайды. Ол жаңа факторлық себептердің бірі. Екінші. Бүгінгі таңда өте өзекті сұрақ болып тұр. Ол мәселе түсіп тұрғыш мен бұл айтайын, өткен біз айттым. Облыстың әкіміне де келген, облыс республикадан келген кісілерге де біз айтып жүрдік осы мәселені. Бізде осында 12 мың тоннаға жуық жаңағы дистиллят тұр, өтіп берді. Ол енді мына ертең Құда қаласа 28 күні мына құрылтай өткенде сайлауды өткіздік қой. Жаңа құрылтайдың құрамы бүгін тізімі шықты. Жаңа құрылтайдың жаңа несін шақырып жатыр сазы. Олар жүріп отырады. Бұрын енді бұрынғы сенат пен мәжілістің кезінде мына шетел мемлекеттерге мұнай өнімдерін шығаруға шектеу қойып қойған. Бұрын біз мысалы Ауғанстанға, Өзбекстанға, Қырғызстанға жаңа дистиллят өнімдерін шығарып жатсақ, мына Ресейдегі, мысалы Украинадағы жағдайлар әсер етіп отыр ғой. Сондықтан мына біздің Қазақстандағы бензинді қырғыздар машинамен тасып проблема шығарды өздеріңіз білесіздер. Содан тоқтатып тастағанда мұнай өнімдерін шетелге шығарып. Сонымен тоқтап қалды. Енді қазір жаңа заң құрылтай отырғаннан кейін заңға өзгеріс енгізіп, мынандай артық жиналып тұрған өнімдерді жақын шетел мемлекеттерге шығарып рұқсат берсе, бұл сразу шығып кетеді. Бұл бұндай жиналғанның әсері де бізге көп әсер етті осы биылғы жылы. Сондықтан мына жігіттер түсіндіріп айтқан сол мәселе ғой, соған тіреліп тұр қазір. Сол айтайын деген. Негізгі айтайын деген мәселе сол жиналып дистиллят жөнінде. Сондықтан осы мәселе. Жеңіл дистиллят жөнінде айтып отыр мәселе. Сондықтан ол уақытта болды, Құда қаласа, ол шықса, анау алып кетсеңіздер, оның кейін жаңағы сіздер қосымша қоятын, иіс шығармайтын жаңағы өзіңіз бағдарлама жасап отырсыз, сол бағдарламаны іске асыру, халықтың сұрап жатқаны, ол қанша жылға созылады деп сұрақ қойып жатқанда 3 жылға созылады деп отырсыз, 3 жылға созылады. Бірақ оны жылдан жылға кішкене мынау енді біз
ешқайда көшіп кетпейміз, аудан тұрамыз, завод біз көшіру үшін оған бірталай мәселе керек. Сондықтан енді біздің мәселеміз тек қана осы заводтың иісін шығармайтын жолдарын тауып, соны елмен бірге жұмыс істеуіміз керек халықтың бірге. Соны шешуіміз керек. Біз ешқайда кете алмаймыз бұдан ше. Бірақ халыққа зиян тимеу керек. Сол мәселені қарау керек. Енді мынау Қазфосфатта мысалы Тараз қаласында үлкен әсер етіп жатыр қазір. Бұрынғыдай емес, оның да үлкен мәселесі туындап жатыр Қазфосфат. Сол сияқты мынау Жаңажамбыл заводының да бізге әсер етіп жатыр. Енді өзіміздің АГП-ның тағы да мынандай мәселе болып тұр. Сондықтан бұл төңірек бізге Таразда алыс емес, 19-20 келеміз мына жерде, дәл қасымызда. Сондықтан бұның бәрі бір экологиялық тыңдаудың өзі осы мәселелердің бәрі бір шешімін табу үшін болашақта. Ол бізден кейінгі ұрпақтарда алдыңғы аталарымыз, апаларымыз мысалға қазір шығындап жатыр. Ертең жастар да соны айтып отыр мысалға. Сондықтан біз жаңа қаржының қиындығынан, қымбаттығынан емес, біз оны қашпай сол жаңа әдіске көшуіміз керек. Басқа амал жоқ. Егер завод жұмыс істейтін болса, біз сол жұмысқа соны істеуіміз керек. Соны айтсаңыздар, соны сұрап отқандар. Бұл жерде бас директордың өзінің қатысып отқан да себебі сол. Өйткені қаржы мәселесіне шешім қабылдауға бұл кісілер қатысып, Итмағамбет Нарима Сержанов және мына қазіргі заводтың директоры қайтып мына сіздерге баяндама жасап отқан Дүйсенов Ғабит Қайратов. Біз енді күнделікті Қайратпен жұмыс істейміз. Бір мәселе болса, осы Қайратқа қандай мәселе болса. Қайратты бір ауыз айтуға бола ма? Ғабит деген. Айтпай ақ қойыңызшы, балам айтпа деген. Енді осыдан 6 жыл бұрын мен балам Орынтаев Қанат осы заводта істеген. Алматыдан газын істеп келіп, Қытаймен 3 жыл жұмыс істеген. Болды ғой ар жағында. Оған резонмен жаным оны шақырып алды Қанат. Мен балам істеді 1 жыл мастер болды. 1 жылдан кейін отып шықты, мама мен істемейін деп, неғыстым, сол болды істемейін деді, қайт Қытайына кетіп қалды, Қытай шақырып алды қайтадан. Енді былтырғы жылы қойшты, балам намазда болғаны мама қойшты, былтыр мені келініп, осы газы есті, оны аллергия дәрігері, 3 айлық замеші бұл. 10 күн больницада өлім аузынан қалды келінім. Документтің бәрін дедім, арзадан дедім, балам намазда әлді. Мама қош, бір құдайдың есі шығар, қойып қош, мама қошты, балам қойдырды. Келдім күннен аллергия, қазір жұмысқа шығып атқан жоқ ол, үйде отыр, мен істеп атырмын. Қызым екеуі, неге десім бе? Істер келдім ауырады. Ол әшейін дәріміз аллергиямен келмей. Бұл тастап қойды 3 айлықпын, балам, замеш жоқ. 10 күн больницада жатып, әрең келмей жаны қалды. Үсініп кеткен. Айтайын де документімді жинадым, врачтан қағазын бәрін алып едім, балам болмай қойды. Мама ауылда тұрып атымды қойшы, құрсыншы, бүйір маған баласы шығар, қойшы, мама деп балам қойдырды. Бірақ енді айтып ол тұра кетті, расы заводтың директоры болса, жаңыз менің келім емес, ешкім айтпайды, басқалар да бар сондай. Осындай болмасын, өйткені қазір айтып отыр ғой, келешек ұрпақты ойында келешекті. Білдіңіздер ме? Ол өзі өттірақ емен иіс келеді бізге. А мені қызымды, келінді баланы алға көшіріп жібердім сол үшін. Мына иісте болмасын деп. Биыл міне 3 жыл болды алға тұрылады. Өйткені иіс келіме жақпайды. Осыны ойланды келешек ұрпақты. Құрсыңдар. Уәде құрқырдай құрды, уәде бере бермейді. Адам сынды бір, адамын не олсынды бір. Халықтың арқасын, отыздық халықтың арқасында жеп осын осын бәрін. Будь добра, істе осын енді. Жақсы, дұрыс айтқаныңыз дұрыс. Өйткені жаңағы біз сақтық шараларын жасауымыз керек. Енді әртүрлі адамдар бар. Қазір енді аурудың түрі де көшіп кетті. Аллергия, қарап жүріп өзімізде аллергия боламыз, енді шүкір шаршап тақалып. Сондықтан ондай мәселелер бар адамдар. Айтасың да қоясың ба, айтасың да қоясың. Сондықтан алдын алу жұмыстарын міндетті түрде жасауымыз керек. Оны хаттамаға енгізейік. Мерзім айтылған сұрақтың бәрі. Нұржігітке уәделеп кеткен, аумен тас, қарсы кеткенде аумен тас. Енді бұл мәселе республикалық деңгейде біздің осы бақылауда. Кірсіңдер өздеріңіз бәріңіз. Республикалық деңгейдегі бақылау нәрсе, облыс әкімі де бақылап отыр. Қазір мына тікелей эфирге де түсіріп отырып осындай мәселені. Қазір бейнежазбаға жазып отыр. Бұл шешімдерді қабылдағаннан кейін оны орындау керек. Басты мақсат сол. Онда құрметті кеңеске қатысушылар, барлықтарыңызға рахмет. Келіп, мынау ауылдың жанашыры, осы елге қажеттілік болғаннан кейін завод әкімшілігі де келіп, экологтар да келіп, мына мәселені көтеріп, бүгін 2 мәселені талқыладық. Оған қоса 2 мәселеден кейін қосымша ауыл тұрғындарының мәселесі талқыладық. Соның бәрі хаттамаға енгізіледі. Бұның орындалуы туралы ақпаратты біз сіздерден нақты түрде алып отырамыз мерзім-мерзіммен. Нарима Сержанов, енді қандай жұмыстар жасалды, қай уақытта мерзімі, соның бәрін бекітіп, бізбен согласовать етіп, сөйтіп жасап беріңіздер. Өйткені елге біз есеп береміз. Ертең 2 айдан кейін есеп береміз, 1 айдан кейін есеп береміз, кездесеміз. Сол кезде орындалған жұмыстар. Қосымша сұрақ бар ма тағы? Айта салды. Главный директор деп отыр. Сол кісінің аузынан естісек па деп отыр. Бір ауыз шығармасын. Арнайы келді. Мен өзім звондадым, келіп қатысыңыз өзіңіз.
Орысша айта беріңіз, орысша. Орысша да айта беріңіз. Все, что будет зависеть от руководства предприятия, акционеров для улучшения работы, очищения экологической ситуации, улучшения социальных вопросов, мы все это будем делать. Ежемесячно мы с акиматом района встречаемся, у нас есть графики, планы. То, что мы делаем, мы всегда закрываем свои дела. Мы социально ответственные предприятия, всегда помогаем району, поэтому какие-то вопросы, если персонально обращайтесь, будем решать все вопросы по мере возможности, помогать всем, потому что мы живем в одной стране, в одной области, трудимся на благо страны. Спасибо всем. Можно я Галина Ержан, по самому проводу. Нариман Сержанова, вот я хотел бы просто у вас спросить вот такой вопрос. Ваш завод, расположение вашего завода вообще соответствует нормам жителей? Вот, например, рядом стоит, то есть жители, да, живут. В случае, например, пожара, там же какие меры вы предпринимаете? Потом благоустройство. Вы только начали, 20 лет он существует, вы только начали, пока вот народ пока не начал это, вы только начали благоустраивать, там деревья сажать, а до этого что, вы какие меры предприняли? Там, например, противопожарная безопасность. Вы проводите ли там мероприятия эти там, вдруг в случае пожара, ну кто знает, да? Это не шутки же. Там, какие масштабные эти. Я понял, я ваш вопрос понял, я отвечу. Норма есть вообще, соответствует, что я ваш вопрос понял, да. Теперь объясняю. Когда строился завод, тех домов не было. Хорошо. Это потом уже начали застраивать. Это уже вопрос. Ну, к нам. Подождите, это это вопрос не к нам, это вопрос уже к тем людям, кто давал разрешение на строительство. Второй вопрос. Пожарная безопасность. Это первоочередная, потому что у нас существует пожарная часть своя на территории. Профессиональная команда, которая круглосуточно дежурит. То, что мы начали делать социально, вы говорите, вот. Это большой объект мы начали строить, да, социальный объект. Остальные моменты, если вы хотите, я вам персонально покажу ежегодно, сколько мы тратим на социалку. Помогаем, строим, делаем, больницы ремонт делали, там. Вы, может быть, этого не знаете, мы это не афишируем, это наша ошибка. Я думаю, что с этого дня мы будем вести в социальных сетях все наши вещи. Вы будете видеть это. Понимаете? Просто вот этот проект, это большой проект. Порядка 70 миллионов тенге мы сейчас будем потихонечку вкладывать. Футбольное поле завтра застелим уже. Парк этот будет делать, мы все это будем делать. С акиматом, поселковым акимом мы договорились. Сейчас они поставят этот колодец, воду, поставят себе на баланс. Мы сразу начнем высаживать деревья, парк. Пожалуйста, вопросы. Мы социально ответственны. Озеленение, хотя бы Я вам в говорю, какой-то мере это вопрос с народом считаться. Я вам говорю, посмотрите, я вам говорю, вот, Аким поселковый Аким Талгар, мы с ним договорились. Сейчас, вот позавчера. Нужно поставить сначала Ауылдың на... әкіммен бірге өздерінің ішінде боласыңдар істеп жатқан жұмысқа араласасыңдар, сапасын, басқасын да бәрін. Оның бәрі бірге жүреді. Басталды ғой жұмысты, былтырдан бері бастап қой, білесің, оңай болған жоқ. Леге айтыңыз леге. Соны қорытындылай бер, қайталай бермейік бір нәрсе. Жоқ, мына жаңағы осы 24 жылы Жақсар ауданында осы кісілермен жиналыс болды. Онда сіз 5 жыл уақыт бердіңіз көшуге деп. Бұл кісі 2 жылда көшемін деді. Запистер бәрі бар, 2 жылда көшемін деді. Көшкен жоқ. Енді қазір сол кезде айтып сұрадық онда да. 2 жылда біз осы сазған искеп отырамыз ба? Жоқ, искемейсіздер деді. Жоқ, ол жерде адамдар өзі жүргіздің бе жиналыс? Мұқаш Ескендіров келіп қатысты. Мұқаш Ескендіров екінші рет келді. Сіз жаздыңыз әлеуметтік желіге. Мұқаш бәрін біледі, бірақ келмейді ғой дедіңіз. Мен соны көрсеттім Мұқашқа. Сөйтіп Мұқаш айтып барамын деді. Мұқаш келді. Сіз жазғансыз әлеуметтік желіге. Мұқаш бәрін біледі, тәжірибесі бар, бірақ ол бізге келмейді ғой деді. Сол кезде депутат еді ол кісі келді. Былай түсінікті сіздің вопросыңыз жаңа ғой. Енді сол 2 жылда енді қазір 3 жыл уақыт берді. 3 жыл тағы искеп отырамыз ба сонда? Қорытындысын бірақ айтайыншы республикаға. Сіз енді өмірде тәжірибеңіз бар, көрген адамсыз ғой, бәрі сауатты, бәрі түсінесіз. Біз заводты бір күнде де көшіріп тастай алмаймыз. Мен сол кезде айтқам, оны көшіру үшін жоспардың өзінде 2 жыл уақыт керек дегенбіз. Жоспар жасауға, қалай жасау үшін. Бірақ бұл кісілер бізден сұраған жері мынау бірлесу еңбекпенен, бірлесу еңбек ауылы бар, линия темір жолдың бойы. Сол екі ортадан расстояниедан жер сұрады. Оны мына жерден заводты көшіріп энергия апарғанда не өздіреді? Бәрі розалет, ал жағында кәсіп бастап тұр, НФЗ тұр. Бер жағына қайтадан апарып қоямыз. Сондықтан біз бұл кісілерге басқа жерді ұсындық.
алысырақ жерден. Бірақ ол жаққа темір жол апару керек. Сондықтан оның бәрі болашақтың мәселесі. Енді Ол темір жолды апармаса, бұл кісінің өндірген өнімі бәрі темір жолдан кетеді. Бұлар автобуспен тасымайды. Сондықтан ол мәселені республикалық деңгейде шешетін мәселе бар. Ұсыныс жасадық оны. басқа сұрақ кейін. Жақсы сонда, бәрін айттық, қорытындылайық. Рахмет дегендеріңізге, белсенділік танытқандарыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға рахмет. Өйткені осы, міне заң органдары бар, заңмен тәртіп, бәріміз сонымен жұмыс істейтін боламыз. Мынау жаңа құрылтай жұмысқа кірісіп жатыр. Мына балаларды мектепке жіберіп жатыр, құда қаласы 1 сентябрьде. Енді жаз өтті, зымырап, күз келді құда қаласы. Сондықтан мына заводтың әкімшілігімен тікелей жұмыс істейміз. Бұл кісі қазір айына 1 рет келіп тұрады. Мен осы мәселені елдің атынан көтердім, өткенде де қатысты 2 рет келді. Сондықтан жұмыстың енді заводпен бірге жұмыс істейміз, қадағалаймыз, және осы сіздермен бірге осыны жүйеге келтіргіземіз. Басқа амал жоқ. Келістік қой. Жақсы, рахмет.